Мынада балалар орындарын ауыстырып, кез келген топта жұмыс жасай алатындар көріп тұр балаларымыздың. Ең басты сабақтың мақсатына жету ғой, сабақтың мақсатына жетуіміз көріп тұр. Еңбегіңіз жана берсін, ары қарай. Өте ұнады. 38 мектепте бастауыш мұғаліммін, бірақ әдебиетке жақынмын. Енді мына сабақты бақылау парағын толтырып отырмын. Барлық жерде құс қанатын қойып шықтым. Сабақ өте жадыра, керемет өткіздіңіз сабағыңызды. Жас мамансыз ба, жоқ? Ондан шықтыңыз ба? 10 жылдан республикадан біз Абай облысынан отыратын сайын атындағы академия ұйымдастырған педагогтардың байқауынан 3 күн сабақ өткізіп, бірінші орын алдым. Алдағы еңбегіңізге де шығармашылық табыстар. Енді мына жерде мен барлық жерге құс қанатын өзі 12 не болды ма? Қойып келе, кері байланысқа мынандай жазып кеттім. Оқушылар бесеудің хаты шығармасының идеясын өте терең түсінген. Енді қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты өзі оқушыны жаңағы әдебиетке жақын ету, әдебиетке жуықтату, ол мақсатқа балалардың көпшілігі қол жеткізген. Жаңа Ерна әріптесінде айтып отыр, балалар қай топқа түссе де өздерін еркін сезініп, топта жұмыс жасау дағдылары өте жақсы дамыған екен. Жаңағы осы жұмысқа өзіңнің таза еңбегімен жеткен екенсің. Сізге сәт, тек қана алғыс, көп нәрсе алдық. Баққан сөйлемейміз. Мұслан, сөйлеп ақын жазыңыз ғой, балалар көрмеңіз. Ақын жазыңыз. Қарап отырмыз бағанадан елінің бірі ақын екен, өлең шығарады екен, бірінен бірі асып түсіп отыр. Әсіресе соңғы мына жерде шығарған қыздың несі өте тамаша шығарған. Енді жалпы не айтамыз сізге? Өте салмақты түрде, өте жақсы, артық несіз, күшті өткіздіңіз, сабағыңыз, ризамыз. Тіпті мына бір жерде тек қана тіл әдебиеті мұғалімдері емес қой, аралас физика, және математикада бар, орыс тілі, ағылшын тілі мұғалімдерінің барлығы отыр. Солардың әрқайсысы мына бесеудің хатын түсініп кетті деп ойлап отырмын, бір сабақтың көрінісі арқылы ғана. Яғни сіз оны бере алдыңыз, сізге рахмет. Алдағы уақыттарда жұмысыңызға жеміс тілейміз. Осы сіз сияқты ұстаздарымыз көбейе берсін. Тренер ретінде бір ауыз сөз айтсам, қазақ тілі әдебиеті мұғалімі білесіздер. Жадыра ханымға тек сәттілік тілеймін. Өзімнің саралау деді, естерді менде кешегі күні дәрісімде саралау болды ғой, қалай жүргіземіз саралау деді, көрдіңіздер ме? Бірақ нәрсе айтайын, практика. Бірақ практикаға келгенде қалай жүргіземін дегенге бір тосырап қаласыздар, абдырап, байқайсыздар ма? Сондықтан практика жүзінде міне өздеріңіз саралауда қалай мұғалім іске асырып жатыр екен. Әр баланы байқап отырсаңыз мына жерде отырып қалған бала жоқ. Түгел тұрдың орнынан? Түгел орнынан тұрды, қараңыздар. Бағалауға дейінгі бүгінгі оқу мақсатының өзі жәнегі екі шығарма салыстыра отырып тарихи құндылығын және бағалау беру. Баға беру сол оқиғаға. Міне бүгін бесеудің хатынан біз соны көзіміз жетті. Бағалауға дейін көркемдік құндылығын анықтадық, одан кейін бағалауға келдік. Бүгінгі әдебиеттегі 10 сыныпта оқу мақсатына мұғалім жетті. Және ұмытпағаны жас маман десек те болады. Өзіне қарап айттыңыз, бірақ 10 жылдан артық еңбек стажы бар екен. Категорияңыз қандай? Эксперт, дасырушын алдым. Эксперт, дасырушын алдым дейді. Енді алдыңызда отырған түгеліне мықты маман бір зерттеушілер, бұлар наставниктер түгел келіп отырған жан жақтан артының 15 жыл, 20 жыл, 30 жылға дейін стажы бар адамдар. Жәнегі жас мамандарды тәрбиелейтін біздің уақытты ұстаздарымыз сізге өз пәні бойынша. Неге? Өйткені әрбір балаға тапсырманы бере алады. Бір балаға айғайлап жеткізу керек, бір балаға жазып жеткізу керек, бір балаға күрделі қылып жеткізу керек, бір балаға жеңіл қылып жеткізу керек. Міне көп нәрсе алып кеттіңіздер деп ойлаймын. Сабағыңызға рахмет, өте тамаша өтті. Бүгінгі сабағымыз өте сәтті деп ойлаймын. Мен 8-ші мектепке шейінгі қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі, Арай мұғалім айтады ғой енді, әрбір сабаққа кіргенде адам не алып кетеді дейді, абайдың сөзі бар ғой. Теп-тегіс жұмыр белден айналыстыңыз, сондай сабақ көрдім, мақсатыңызға жеттіңіз. Үлкен рахмет сізге. Өте жоғары, жақсы эмоция, күшті көңіл күй, ақылды бала, жағымды сөз, әдемі мұғалім, көрген көрінісім осы. Рахмет сіздерге. Айтар ойларыңыз болса,
әсіресе сабақты тыңдап пікірлеріңізді білдіресіздер. Бар ма ойларыңыз? жақсы менсүйген мені қызықтырып жүрген мұғалімім сабағымыз жалпы жақсы өтті. Мен өзім 10 сыныпта қазір осы тақырыпты оқып жүрмін. Тақырыбымызға алған мақсатымызға шете біліңіз деп ойлаймын. Және әдіс тәсілдеріміздің бәрі балаларға беріліп орнады. Балаларымыздың барлығы жүз пайыз өтеді. Бір жақсы жаңағы қалыптастырып бағалауларыңыздың өзі сіздерге 10 класстың өзінің жас ерекшелігіне, деңгейіне сай болды. Біз смайлик ананы қолданған жоқсыз, мысалы соның бәрін қарап тұрып, мен өзім өтіп жатқан тақырып болғаннан кейін маған өте таныс және қызықты өтті. Мақсатымызға жете алдық. Еңбегіңізге табыс тілеймін. Рахмет сізге.